Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы авторлық құқық және плагиат. Сабақтың мақсаты авторлық құқық және плагиат ұғымдарын түсіндіру және екінші авторға сілтеме берудің жолдарын көрсету. Бізде зияткерлік меншіктің нысандары, яғни авторлық құқықпен қорғалатын нысандар, олар әдеби туындылар, драмалық және музыкалық драмалық туындылар, хореография және пантомима туындылары, мәтінді және мәтінсіз музыкалық туындылар, аудио бейне туындылары, яғни аудио және видео материалдар, сәулет қала құрылысы, фотосурет туындылары, карталар мен жоспарлар, EM-ге арналған бағдарламалар, яғни компьютерлік бағдарламалар және кескіндеме, мүсін, графика туындылары. Авторлық құқық және плагиат дегеннің не екенін жақсы түсіну үшін сіздерге bilimland.kz сайтына сілтеме жібереміз. Ал қазір авторға сілтеме жасау. Аль-Фараби жайында бізге мәлімет керек болса, біз оны қайдан алғанымыз жайында сілтеме көрсетуіміз керек. Мысалға, мына Википедияның өзінде кез келген тақырыпқа жинақталған материалды сілтемемен көрсеткен. Мысалға, мына мәтін қайдан алынғаны мына жерде тұр. 4 цифрының басып қарасақ, қазақ әдебиеті энциклопедиялық анықтамалық. Алматы Аруна ЛТД баспасы, жауапкершілігі шектелген серіктестік. 2010 жыл. Егер де басып қарайтын болсақ, аяқ жақта оның дерек көздерде көрсетілген авторы. Сол сияқты кез келген жерде қай мәтін, қай автордың туындысы екені, қандай пікір болсын, жинақталған ой болсын, ол кімнен алынғаны, қай дерек көзден алынғаны міндетті түрде көрсетіледі сілтемемен. Егерде авторы көрсетілмесе, мына жерде адамдардың аты жөні жазылған, авторлары көрсетілген, не болмаса баспасы көрсетілген. Егерде сайттан алынған болса, ол сайтқа міндетті түрде сілтеме жасалынады. Қай сайтта не алдыңыздар, қай кітапта не алдыңыздар, қай автордың қандай жұмысын қолдандыңыздар, барлық дерек көзге міндетті түрде сілтеме жасалуы керек. Егерде сілтеме жасалынбай пайдаланылған болса, ол мәтін болса да, құқықпен қорғалынған болатын болса, ол авторлық құқықты бұзғанға жатады. Сонымен қатар музыкалық шығармалар, аудио файлдар, бұның барлығы авторлық құқықпен қорғалған болуы мүмкін. Өздерің білетіндей, музыканттар арасында бұндай дау өте көп кезігеді. Яғни 7 нотасы бірдей болып шықса, ол автордан ұрланған плагиат болып есептелінеді. Бұның барлығы bilimland.kz сайтында біз жіберген сілтемеде жақсы айтылған. Соны ашып, қарап тыңдасаңдар болады. Енді бұл жерде мен видео материалға, яғни YouTube-тағы авторлық құқық қалай көрсетілетінін сіздерге көрсетейін дегенмін. Мысалға, Daisy Channel деген каналда авторлық құқық лицензия Creative Commons дейді. Бұл баршаға ортақ деген сөз, яғни разрешено повторное использование дейді. Бұны сіздер көшіріп пайдалануға болады. Бұл ортақ пайдалануға арналған деп көрсетілген лицензиясында. Көшіруге болады деген сөз, бір сөзбен айтқанда. Тек авторын көрсетіп қойсаңдар болды. Видеоны жасағанда Creative Commons емес, стандартный лицензиямен қалып қоятын болса, көбінесе YouTube-қа видеоны салады да, ештеңесін өзгертпей
салып жібереді. Ондай кезде стандартная лицензия YouTube дейді. Ондай видеоларды көшіріп пайдалануға болмайды, себебі оны авторы іздемейді. Автор сізді іздемейді, оны программа сіздің көшіргеніңізді біледі. Яғни ол жерде ешқандай ортақ пайдалану деген көрсетілмесе, плагиатты, көшірілген материалдарды тауып алатын программалар бар, робот программалар. Солар сіздерге сіздің өніміңіз көшірілген деп хабарлама жіберуі мүмкін. Сіз видеоны YouTubeға салған секундта ол хабарлама бірден сізге келеді. Сіздің өніміңіз авторлық құқықты бұзып тұр деген. Сол себепті, егер YouTube'дан сізге керек видео алу керек болса, міндетті түрде лицензиясына қараңыздар, авторлық құқықпен қорғалған ба, жоқ әлде пайдалануға, көшіруге болатын видео ма, жоқ па. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.